Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге гнездо салатын дайындаймыз. Алдымен қажет заттардың барлығын дайындап аламыз. Кейін жуылған 2 картопты чорпадан өткізіп аласыздар. Картопымызды салқын суға салып, крахмалы кеткенге дейін 4-5 рет жуасыздар. Суымыздың түсі осындай мөлдір болғанға дейін жуамыз. Кейін қағаз сүлгімізді төсеп, картопты осының үстіне жазып шығамыз. Бұл бізде картоптың суын сорғытып кептіріп алу үшін қажет. Үстінен тағы да бір қабат қағаз сүлгімен жауып, үстін басып кептіріп аласыздар. 5 минуттай картоптарымызды кептіргеннен кейін қызып тұрған майда картоптар ыдыстарыңыздың шұңқыр болғаны жөн, себебі картопты салған кезде көпіршіктер пайда болып сыртына ағып кетуі мүмкін. Барлық жағы қызарып пісу үшін жиі араластырып тұрасыздар. Осылай қызарған картоптарымызды сүзіп аламыз. Ысталған тауық етін бірнеше бөліктерге бөліп турайсыздар. Етімізді ыдысқа бір келкі қылып жазып аламыз. Үстінен майонез жағып шығасыздар. Кейін піскен картопты күштен өткізіп дайындап аламыз. Оны етіміздің үстінен төсеп, тұз сеуіп, майонез жағамыз. Піскен сәбізімізді де күштен өткізіп аламыз. Сәбізімізді картоптың үстіне төсеп, майонез жағамыз. Жұмыртқаны күштен өткізіп аламыз. Бір жұмыртқаны алып қаласыздар, соңында бізде әрлеуге керек болады. Сәбіздің үстінен жұмыртқаңызды салып, үстіне тұз сеуіп, майонез жағамыз. Ең үстіне бағанағы қуырып алған картошкаларымызды салып, бетін толықтай жауып аламыз. Салатымызды әрлеу үшін бір жұмыртқаны 4-ке бөліп, картофель пайдың үстіне қоямыз. Осымен біздің гнездо салатымыз дайын. Менімен бірге дайындаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.